Қайырлы күн оқушылар, бүгін жаратылыстану 4-ші сынып, кенді пайдалы қазбалар деген не? Бүгінгі сабақта сен кеннің не екенін түсінесің, кенді пайдалы қазбаларды қалай өндіретінін білесің. Тірек сөздер: байыту, балқыту, полиметалл. Құрамында металл болатын тау жыныстары кен деп аталады. Олар магмалық тау жыныстарынан пайда болады. Құрамынан бірнеше металл бөліп алуға болатын кенді полиметалл деп атайды. Балалар, кенді қалай өндіреді? Мына фотосуреттерге қарап, бұл жайық. Бірінші суретте кенді қазып алады. Екінші суретте домна пешіне салып, балқытып алады. Келесі үшінші суретте дайын өнім. Міне балалар, металл қалай алынатынын мына схемадан көрулеріңізге болады. Балалар, металл өнімдерді қалай алады? Кенді көбіне ашық әдіспен карьерден қазып алады. Кейбір металл терең шахтадан алынады. Қазылып алынған кеннің құрамында металл кені ғана емес, бос тау жынысы да болады. Металлды кеннен бөліп алу үшін түрлі үрдіс жүреді. Оларды бөледі, уатады, жуады. Бұл кенді байыту деп аталады. Осылайша байытылған кеннен бір немесе бірнеше металл алынады. Бұл үрдіс кен байыту комбинатында жүреді. Кейбір металлды алу үшін кенді арнайы домна пешінде балқытады. Балқытылған металлды белгілі бір пішінге келтіру үшін қалыпқа құяды, суытады. Білесіздер ме балалар, домна пешінің биіктігі 10 қабатты үймен бірдей. Пештің ішіндегі температура 1050 градустан жоғары болады. Қазақстандағы ең ірі домна пеші Теміртауда орналасқан. Назарларыңызға рахмет оқушылар. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.